Біз бүгін параллелограммның ауданы туралы айтамыз. Жалпы, параллелограмм деген не ол? Ол тіктөртбұрыштар сияқты, бірақ оларда тіктөртбұрыш жоқ. Ол сонда қалай? Оның қарама-қарсы қабырғалары бір-біріне параллель болып табылады. Бірақ біз көріп тұрғанда ол кішкене қисайған және тіктөртбұрыш бұл фигураларда жоқ. Және параллелограммның қабырғалары бір-біріне тең болса, ол ромб деп аталады. Ал бірінші теорема. Параллелограммның ауданының оның қабырғасы мен осы қабырғаға жүргізілген биіктігін көбейтіндісіне тең болады. Яғни теорема өзі бізге формуланы айтып тұр. Ол формула былай белгіленеді. Яғни ауданы, параллелограмм ауданы, оның қабырғасы мен биіктігіне көбейтіндісіне тең. Яғни А қабырғасы және оған жүргізілген H биіктігі болатын параллелограммның ауданы келесі формуламен есептелетінін байқаймыз. Жарайды. Ал егер жалпы параллелограмм ауданы, тіктөртбұрыштардың бір дербес жағдайы деп айтсақ та болады, өйткені ол тіктөртбұрыштар сияқты, бірақ тіктөртбұрыштың орнында оларда кез келген тік емес бұрыш болады, яғни 0-ден 90-ға дейін бұрыш болуы мүмкін. Және біз бұл бұрышты синус арқылы есептейміз. Яғни мысалы, екі қабырғалардың арасындағы бұрыш 60 градус болса, біз осы формулаға қоямыз. S тең AB синус сол альфа. Егер біздің бұрыш 90 градус болса, 90 градус болса, онда А көбейтілген B синус 90 градус болатын еді. А біз білетіндей, тіктөртбұрыштардың аудан формуласы ол жай AB. Неге? Өткен синус 90 градус бірге тең. Ал кеттік. Яғни жалпы барлығы осы формуладан басталады. А көбейтілген B синус альфадан. Яғни 90 градус болғанда ол А көбейтілген H болады, яғни оның дербес жағдайына тең болатынын байқаймыз. Енді біз осыған байланысты бірнеше есептер шығарып көрейік. А деңгейін есебі. Қабырғалары 8, 10 және оның арасындағы бұрыш 30 градус, 45, 60 болатын параллелограммның ауданын табыңыз деп айтады. Біз формуланы еске түсірейік. Жалпы оның жалпы формуласы яғни қабырғасы көбейтілген биіктік көбейтілген оның арасындағы бұрыштың синусы, Енді сіздерге бірнеше минут берейін, видеоны паузаға тоқтатып, осы есепті шығарып көріңіз. Ал біздің жағдайда біз биіктікті емес, оның орнына B деп алу керекпіз, өйткені бұл қабырғалары 8 және 10 сантиметр. А биіктік болса, ол кезде 90 градус болатын еді, яғни бұл формула емес, біз А көбейтілген B синус альфа деп алатын едік. Оның параллелограммды салып көрейік, бізге түсініктірек болу үшін. Оның бір қабырғасы басқа қабырға параллель, және былай сызып көрейік. Осы қабырғалар бір-біріне параллель, сол үшін мен бұны көшіріп аламын да қайтадан қоямын. Осы жағдайға. Так. Енді осыны көшіріп аламын да қайтадан орнына қоямын. Параллелограммның екі қабырға, яғни қарама-қарсы қабырғалары бір-біріне параллель болады. Және AB деген ол қысқарағы А болсын, ұзынырағы Б болсын, яғни Б 10 сантиметр, ал А бізде 8 сантиметр. Оның арасындағы бұрыш, яғни осы бұрышты алайын, ол альфаға тең. Яғни Б параллель болғандықтан, мына жерде де 10 сантиметр болатынын байқаймыз. Яғни А, Б-ның арасындағы бұрыш білеміз, және оның қабырғаларының өлшемін білеміз. Енді жай формулаға қоямыз. А көбейтілген, яғни А көбейтілген Б, А-ның орнына 8, Б-ның орнына 10, және бұрыштың орнына синус 30 градус. Яғни бұл А. Синус 30 градус. Жалпы енді мен көкпен синустардың градустардың формуласын жазайым. Жаттап алыңыздар, синус,
яғни синус 0, 30, 45, 60 және 90. Синус 0 деп жаттап алыңыз, яғни 0-ден 1-ге дейін өседі. Иә? Жоқ, былай жаттап алсаңыз да болады. Бәрін бірінші бөлу 2 деп жазайық. Бәрін бөлу 2 деп жазайық. Иә? Сосын бәріне түбір асты қояйық. Түбір асты. Және 0-ден 1-ге дейін сандарды жазып шығамыз. 0, 1, 2, 3, 0-ден 4-ге дейін жазып шығамыз. Енді қараңыздар. Түбір асты 0 бөлінген 2 ол қаншаға тең? Ол бізде 0-ге тең. Бұл 1 бөлінген 2 болады. Түбір асты 2 бөлінген 2 ол түбір асты 2 мен 2 бөлінбейді бір-біріне. Түбір-асты 3 бөлу 2 деп жазамыз. Түбір-асты 4 деген 2 бөлінген 2 ол 1 болады. Міне. Яғни біздің А жағдайда бұл 30 градус, яғни 2-ден 1. 8 көтілген 10 көтілген 1-ден 2 ол 8-ді 2-ге бөлсек 4, яғни 40 сантиметр квадрат деп жазамыз. Енді Б деңгейі Б мен С тура солай, яғни А мен Б өзгермеген үшін мен тура солай көшіріп жазайын. 8 көтілген 10 көтілген 8 көтілген 10. Бірақ синус 45 градус көтілген синус 60 градус болған еді. Біз білетіндей 80 көтілген түбір-асты 2 бөлінген 2, яғни 80 көтілген түбір-асты 3 бөлінген 2. Яғни біреуінде 40 түбір-асты 2 сантиметр квадрат болады, біреу екіншісінде түбір-асты 3 пен жазылады. 40 түбір-асты 3 сантиметр квадрат болып табылады. Енді Б деңгейінің есебіне көшейік. Сіздерге қайтадан видеоны паузаға тоқтатып, есепті шығарып көріңіз. Ал енді бастайық. Так. Бірінші біз параллелограммның өзін салып алайық. Оның қабырғалары бір-біріне тең екенін білеміз. Қарама-қарсы қабырғалары тең және параллель болып табылатынын білеміз. Осыны орнына қойып, дәл орнына қойайық. Енді осыны көшіріп алып, қайтадан орнына қойайық. Параллель түрде. Параллелограмм ауданы 40 сантиметр дейді. Яғни біз дәл ортасына 40 сантиметр деп жазайық. Қабырғалар 5 сантиметр. 5 сантиметр. 10 сантиметр. Енді оның биіктігін табыңыз. Жалпы сіздер параллелограммда 2 биіктік болатынын айтып кетейін. Яғни, қараңыздар, біз бірінші әр бұрышты, яғни бұрышты әріппен белгілейік, ABCD деп. Және осы Б-дан AD-ға түсетін биіктік, яғни осылай белгілеп кетейін. Мен оны К деп алайын. Яғни бұл бірінші биіктік және бұл 90 градусты құрайды. Және екінші биіктік Б-дан CD-ға түсетін биіктікті белгілеп кетейін. Яғни осы нүктеден 90 градус түсетін. Қисық кетіп қалды. Қайтадан көрейік. Бұл 90 градусты құрайтынын көрсетіп кетейік. Енді бұны М деп белгілейік. Яғни бізде екі биіктік табылады. Ол БК және БМ ол осы параллелограммның биіктіктері. Биіктіктер.
Енді бк мен бм-ді табу үшін біз не істейміз? Жалпы біз формуланы білеміз. Аудан тең қабырға көбейтілген биіктік. Яғни осы биіктік қай қабырғаға түседі, сол қабырғаның ұзындығын аламыз. Біз бірінші жағдайда, яғни аудан аның орнында ады деп алайық. Яғни оған түсіп тұрған биіктік ол бк. Және екінші жағдайды алайық. Мынаны бірінші жағдай деп алайық. Мынаны екінші жағдай деп алайық. Бізге қай бұрышқа түсіп тұр? Қай қабырғаға? СД қабырғаға түсіп тұр. Қандай қабырға? БМ. Яғни 40 сантиметр тең ады. Ады бізде қаншаға тең? Ады бізде 10 сантиметрге тең. Көтілген бк 40 сантиметр тең 5 сдға тең. Қабырғалар, параллелограмм қабырғалар, яғни қарама-қарсы қабырғалар бір-біріне тең екенін көрсетіп жіберейін. Мүмкін сіздер түсінбей қалуыңыз мүмкін. Неге 10 сантиметр мен 5 сантиметрді алдым? ады мен сдның орнына бм деп жазайын. Яғни бк бізде 4-ке тең, 4 сантиметрге тең. Ал бм 8 сантиметрге тең екенін көреміз. Яғни оның екі жауабы бар. 4 сантиметр және 2 сантиметр. Жауабы бк 4 сантиметр. 8 сантиметр. Ал енді ц деңгейінің есебін сіздер өздеріңіз шығарып көріңіздер. Қайтадан видеоны паузаға қойып шығарып көріңіз. Ал мен бастай берейін. Яғни диагональдары 6 және 8 болатын ромбының ауданы. Біз айтып кеткендей, ромб ол параллелограммның бір дербес жағдайы. Яғни, бірақ ромбтың суреті бар екен. Ромб осылай белгіленеді, және мен оның диагональдарын басқа түске бояп көрсетейін. Яғни, былай және былай диагональдары болып табылады. Оның әр нүктесін әріптермен белгілеймін. А, Б, С, Д деп. Және біз көріп тұрғандай АЦ ол диагональ, және оны 6 сантиметр дейік. Ал БД-ны 8 сантиметр дейік. Енді ортасын біз О деп алайық. Яғни қараңыздар. АЦ 6 сантиметр, ал оның жартысы, яғни АО 6 сантиметрдің жартысына тең, яғни оны 3 сантиметр деп алайық. Ал БО оның жартысы, яғни БД-ның жартысы. 4 сантиметрдің жартысы, ол бізде 4 яғни 8 сантиметрдің жартысы, ол 4 сантиметрге тең екенін байқаймыз. Енді қараңыздар, бұл ромб 4 үшбұрыштан тұратын байқап тұрған шығарсыздар. Яғни біз ромбының ауданын табу үшін біз жай 4 мысалы АОБ үшбұрышының ауданын тауып шығара аламыз. Яғни үшбұрыштың формуласы қандай? 4 көбейтілген үшбұрыштың формуласы ол 2-ден 1. АБ. Ал А-ның орнында бізде 3 сантиметр, АБ-ның орнында 4 сантиметр. Яғни 4 пен 2 қысқарады, 2. 2-ні 3-ке көбейтсе 6, 6-ны 4-ке көбейтсе 24 сантиметр квадрат екенін байқаймыз. Бұл жарайды, біз есептерді шығарып болдық. Енді осы YouTube каналының астында, яғни ссылкасында біз квиз дайындап қойдық. Сол есептерді шығарып, комментке жазып кетсеңіздер болады, мен шығардым деп. Қош сау болыңыздар, рахмет.